Өте тез дайындалатын, ашытқы қосылмайтын пирожкидің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымыз қаш бөлме температурасындағы айранымызды құйып, жұмыртқа, тұз, сода, сұйық май құйып араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, жып-жұмсақ қамыр илейміз. Тестімізді 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді картошкамызды ашып, оны суға пісіріп аламыз. Піскен картофелімізді езіп, үстіне сүт құйып, тұз, бұрышын салып, жақсылап езіп араластырамыз. Келесі енді тестімізді бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 8 бөлік шықты. Енді осының әрқайсысын оқтаумен жазамыз. Қамырымыз қатты жұқа және қатты қалың болмауы керек. Ортасына салмамызды салып, пирожкилерімізді түйіп шығамыз. Оны видеода көрсетілгендей етіп, үстіне оқтаумен бір басып өтеміз. Қатты салмақпен басудың қажеті жоқ. Енді қызып тұрған майымызға пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Газдың астын қатты қоймаймыз, орташадан төмен қойып пісіріп аламыз. Сонда пирожкилеріміздің арасы шикі болмай жақсы пісетін болады. Осымен пирожкилері дайын, өте оңай, жылдам дайындалатын рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан идеальный болып шығады.